үйде жаңағы Бану Исраилда екі кісіні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисте келтірген, екі кісі мысал жаңағы үлкен оқиғада, содан біреу муштахидун фил ибада дейді, біреуі құлшылықтың енді мықты муштахиди еді дейді да, құлшылықтарды бірінен бірін қалдырмай істейді, алла тағала берілген сондай харамнан сақтанған. Айды екіншісі жаңағы біреуі музниб, күнә жасап жүреді дейді, күнә жасап қояды мысалы, намазын оқымай қалады, күнә жасап қояды. Соның екеуі негізі бауыр болған дейді өзі. Сосын анау кездесіп қалған сайын айтады дейді, ақсыр, доғарсаш мынаны, қойсаш деп айтады дейді. Бұл міндеті, мұсылманның міндеті. Мынауыңды доғар, мынауың болмайды деген нәрселер. Кездескен сайын солай айтады. Сосын анау бір күні айтады, қойшы, неме сен мені мазалай бересің деп айтады. Сол кезде мына нәрсеге қарай кетіп қалмау керек екен біздің характеріміз. Ол кісі мынандай сөзді айтып жіберген ғой. Валлахи ла яғфируллаху лака. Аллахпен ант етемін, Алла сені кешірмейді деген ғой. Аула юдхилукал жанна. Осындай жағдайға кетіп қалмайық та, құрметті жамағат. Не сені Алла жәннатқа кіргізбейді деп айтып қалған дейді. Міне. Фақабадаллаху арвахукума. Қашан Алла тағала екеуінің өлім сәті келген кезде, өлім жандарын алған кезде, анта кунта алимун би деп сұраған екен. Жаңағы құлшылықта мықты болған құлға, сен мені жақсы танушы ма едің деп қараңыз. Сен мені жақсы танушы ма едің деп сұрайды екен. Аланта қадирун фима биядайя деген атала. Менің қолымдағы үкімді өзгертуге, немесе менің орныма шешім жасауға сен құдіретті ме едің деген. Көрдіңіз бе? Фаатхалахун нар дейді. Отқа кіргізіп жіберді дейді жаңағысына. Сонда Абу Хурайра естіп отырып, Аллахпен ант етем, бір сөзбен кетті ғой дүниесі де ақыреті дейді. Бұнда бүкіл құлшылық ғибадат ішінде жаңағы. Өйткені Алланың атынан сөйлеп жүрді адам. Сіз Алланың атынан қайтып сөйлейсіз. Біреуді әсіресе кінәлап Алланың атынан сөйлеуге болмайды. Алланың, сіз білмейсіз ғой. Мысалы, сіз бір адамды қазір бүгін көресіз, сіздің бір ініңіз бар, немесе ағаңыз бар. Бүгін мысалы ол әлі намазда емес. Жаңағыдай бір пиво ішіп қоятын шығар, не ішіп қоятын шығар. Сіз оны бүгінгі түрін көріп тұрсыз ғой, дұрыс па? Бірақ Алла тағала оның ертең кім болатынын біледі ғой. Сол үшін сабыр ет деген сөзді пайғамбарымызға қайтара айтады Алла тағала. Раббыңның үкіміне сабыр ет. Мен білем не істеп жатқанымды дейді да. Сондықтан жаңағы сізге ұнамай жүрген адам ертең бірнеше жылдан кейін керемет мұсылман тақуа болып кетуі мүмкін да. Ал сіз ол аралықта басқаша болып кетуіңіз де мүмкінсіз. Егер де өзіңді аман сезе берсең, ал егер де өзіңді қорқып, қайта Алла тағалаға қайтып кешірім сұрап жүрсең, онда Ата сол арқылы сізді сақтайды. Міне, жаңа оқиғаны көрдіңіз ғой. Ана музнибке удхулул жанна деген екен Алла тағала бирахмати. Менің рахмыммен жәннатқа кір деп. Өйткені бұл жерде жаңа бұл хадис біреуге күнә жасауға рұқсат етіп отқан жоқ. Бұл жерде мәселе рахым Алланың қолында деген сөз. Көрдіңіз бе? Катаба аля нафсихи рахма дейді Алла тағала Құранда. Алла тағала рахымды дейді, өзіне жазып қойған дейді. Яғни сендердің ешбіреуін шешпейсіңдер. Кімді азаптаймын, кімді жаңағы мен рахыма бөлем деп.